Сәлем достар, бүгін осындай түрлі стаканчиктармен ойындар ойнап көрсететін боламын. Осындай стаканчиктарды негізі бұл қымбат тұрмайды, алып қоюға кеңес беремін. Бұнымен неше түрлі ойындарды ойнауға болады, өте күшті универсальный зат. Бұл өзі негізінде осындай башня ғой, биік башня құрастырып ойнайсыздар. Құрастыруды үйренеді, баланың осының төбесіне бірдеңені мінгізіп қоясыз, ал, қой, түсір, құлатасыз, сындырасыздар, күлесіздер, осындай сияқты осы стаканчиктармен сондай да ойындарды ойнауға болады. Одан бөлек кішкентай баланың есте сақтау қабілетін арттыруға көмектесетін ойын 1 жастан бастап балаларға ойната беруге болады. Даже 1 жас емес, одан да кішкентай 7-8 айлық бала уже барлығын түсінеді ғой. Сондаймен ойнатсаңыздар болады. Мысалы, кішкентай балапан. Балапан жоқ, қайда балапан? Ол бала ашып қарайды, міне балапан. Балапан жоқ, қайда? Міне балапан. Мінекей осындай сияқты ойындарды да ашу, жабу, кері тығу, оны қайда екенін сұраған кезде оны ашу керек екенін түсіну, оның астындағы нәрсенің атын айту деген сияқты тілін дамытуға да ойнатсаңыздар болады. Одан кейін 1 жастан жоғары балаларға есте сақтау қабілетін арттыруға осындай ойындарды ойнатсаңыздар болады. Ол уже айта алады, аю дейді, немесе мынаны панда дейді, мынаны балапан деп айтады. Өз тілінде айтса да, ұқсастырып айтады. Қойып мына жағына панданы қойдық, мына жағына балапанды қойдық. Панда жоқ, панда қайда? Міне, бірінші көрсетіп аласыз. Одан кейін балапан жоқ, қайда? Мына көктің астында балапан бар екен, сарының астында аю бар екен, бірінші тығып көрсетесіз. Содан кейін балапан қайда? Балапан мында. Балапан бар. Аю панда қайда? Мында. Көк бар екен, Енді баланың өзінен сұрайсыз. Балапан қайда? Балапанды бала өзі ашып, мінекей осындай сияқты. Аю қайда? Аюды қайда десе, бала мынан ашады. Балада импрессивный речь бар ма? Бала сөйлемесе де, балада түсінік бар ма? Соны тексересіз. Осылар арқылы балапан қайда деген кезде, бала именно мынаны емес, мынаны ашады. Именно зрительный анализаторлары, көру жүйесі дұрыс жұмыс жасап жатыр ма, дұрыс дамып жатыр ма, оны да түсінесіз. Түсінігі қалыптасып жатыр ма, оны да түсінесіз. Өйткені көктің астында мына жерде балапан бар екен, сіз бірнеше қайтара көрсеткен кезде, балапанды деген кезде ол мынаны емес, именно мынаны ашуы соның барлығының көрсеткіші. Бұл даму индикаторлары. Сондықтан баланы ойнатып отырып, оның дамып жатқаны, уақытына, жасына сай дамып жатқандығы туралы өзіңіз осылай индикаторлар арқылы бақылап отырсаңыздар болады. Келесі ойын. Осындай мынау қолына ұстауға үлкендеу болса, осының ішінде кішкентайларын алып, сыпучий заттарды бірінің ішіне бірін құйғызуға көмектессеңіздер болады. Алып, осының ішіне жинап деген сияқты. Немесе осындай кішкентай помпончиктарды салып жина десеңіздер болады. Балаға кішкентай 1 жастан бастап бала жүре бастаған кезде негізінде больше активный, белсенді ойындарды берген жақсы. Сондықтан бөлменің бәрін тап-таза қылып жинап тастап, жолдың бойында ештеңені қалдырмай, сосын осындай нәрселерді шашып тастайсыз да, өзіңіз бірге соны жинап көрсетесіз. Жүр, балам терек, мына доптарды терек, мында салайық деген сияқты көрсетесіз. Баланың қолына бересіз, бала басқа кесені бересіз, бала соған жинайды, сізбен бірге жинайды, екеуіңіз бірге жинайсыздар. Бұл бала еңкейеді, тұрады, алады, салады, өте қызықты болады. Бір жүріп үйреніп кеткен балаға ол өте керемет тренировка. Мына допты іздейді ғой, мынаған салу үшін. Біріншіден түсінік қалыптасып жатыр, қол-көз координациясы дамып жатыр, және көру жүйесі дамиды. Сол жерлерден бәрі двигательный упражнение, глазодвигательный упражнение, ол бөлмеден оны іздейді, қарайды, табады, әкеп салады. Өте керемет ойын. Одан кейін тағы да қалай түрлендіруге болады. Осындай кеселерді аламыз, үлкендерін ба, кішкентайларын ба, түрлі размерлерін алсаңыз болады. Одан кейін қазір менде фольга бітіп қалыпты. Негізінде фольга өте жақсы. Фольга үйде міндетті түрде алып қойыңыздар, өйткені онымен неше түрлі ойындарды құрастыруға болады. Фольганы аласыз, менде қазір фольга жоқ. Фольганы аласыз, менде осылай кеселердің аузын бітейсіз. Ол үшін бірінші кеселердің ішіне түрлі кішкентай ойыншықтарды салып қойыңыз. Кірпі салдық, мына жерге панда, аюды салдық, мына жерге тағы да мысалға не бар, мына жерге кішкентай мынандай бегемотты салдық. Содан кейін бүйтіп стакандардың бәрінің аузын жауып қойыңыз. Ішіне кішкентай ойыншық салдыңыздар. Содан кейін аузын осылай жауып шығасыздар. Одан кейін, ой, ішінде не бар?
ішінде бірдеңе бар, қарайық балам, давай аш, ішінде не бар. Біреуін бала түсінбей жатса өзіңіз ашып көрсетесіз, одан кейін бала түсініп алғаннан кейін фольга енді өте жақсы нық жабылады ғой. Бала соны тықырлатып ашады, хватательный рефлекстар дамиды, тактильный жүйелер дамып жатыр, есту жүйесі дамып жатыр, сылдырлап жатыр, иә. Сондықтан мынаның барлығын бүйтіп ашу арқылы бала ішінен вау, аю шықты, аю панда, мінекей осылай сияқты, иә. Мынаның ішінде не бар екен, қарайық деп, сосын бәрін бірдей қылып қойып қоймаймыз. Тағы да бір қателік, ата-аналар толтырып қойып қоймаймыз. Артыңызға тық қойыңыз да, бір-бірлеп беріңіз. Мынаны аштыңыз, қарадыңыз, зерттедіңіз, алдыңыз, атын атадыңыз, оның не істейтінін көрсеттіңіз, дыбысталуын шығардыңыз, звукоподражание көрсеттіңіз, все алып тастадыңыз. Артыңыздан келесі стаканды алып беріңіз, иә. Оны да қарайды бала. Мінекей осылай сияқты ойындарды ойнатса болады. Осы стакандарға пищевой пленкамен аузын жабып, тағы да бір ойын ойнатса болады. Бұның ішіне жаңағыдай помпончик шариктарды салсаңыз болады. Қағаздарды жыртып салсаңыздар болады. Мақта салсаңыздар да болады. Өзіңіз білесіз. Сосын обязательно осындай пищевой пленка, көрініп тұратын пищевой пленкамен жабыңыз. Түспейді, ішінде бар. Содан кейін оны әртүрлі жаңағы таяқшалар бар ғой, счетный палочки, сонымен тессеңіздер болады. Ішіне тіпті түрлі түсті қағаздар бар ғой, кәдімгі еңбек сабағына қолданатын түрлі түсті қағаздардың шетін кішкене ғана қылып жыртып ішіне салып, мақтаны салып, осылай пищевой пленкамен жабасыздар да, трубочка салып қойып, трубочка арқылы үрлесеңіздер болады, немесе осылай деп үрлеген кезде қағаздардың барлығы ұшады. Негізі трубочкамен үрлесеңіздер, қысқа ғана трубочкамен өте қызық болады. Ана үрлеген кезде ішінде вентиляция болып ұшып жүреді, барлығы өте қызықты. Және сылдырлатып, дыбыс есту жүйесінде де ойнатсаңыздар болады. Осылай балаға үрлеуді үйретуге де болады. Ол баланың артикуляциясына, артикуляциялық бұлшықеттеріне және де тіл дамуына өте көмектесетін жаттығулардың бірі. Сондықтан осы стакандармен осындай түрлі ойындарды құрастырып ойната беруге болады. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, құрбыларыңызға жіберіңіздер. Естеріңізге сала кетейін, балаларды 0-ден бастап 2 жас аралығында дамыту бойынша 10 қадам атта курсыма тіркелу жүріп жатыр. Сол жаққа жазылып, осындай түрлі ойындарды қай бағытта, қалай ойнату керек, қалай дамыту керек, сол жерде барлығы бар. Англиялық, австралиялық, әртүрлі мамандардан білім алып, осы программалар бойынша оқығанмын. Және де соның барлығын қазір қазақы менталитетке айналдырып, біздің балаларымызға сәйкестендіріп, ақпараттардың барлығын тегін осы YouTube арнамда да бөлісіп жатырмын. Өзімнің пространствома балаларыңызды бірге дамытуға шақырамын.